Аспаннан май шелпек жауса, аузына майға жарымайтын, аспаннан киіз жауса, сорлы болып ұлтараққа жарымайтын сорлы Қазақстанда қайдан келген 3500 мешіт ол? Неге соны салуға біздегілер құлықты болып қалды? Енді ойлаңдаршы, сонда бұлардың бәрі құдайшыл болып кетті ме? Сондай құдайдан қорқып 3500 мешіт салды ма? А? Ондай болатын болса, сондай болса, неге бізде әділетті қоғам орнамайды? Сонда бұлардың бәрі мына мешіт салғызғандар, соған рұқсат беріп, Астанада, Қарағандыдағы мешіттерді қарашы, ана Қазірет Сұлтан, Нұр Астана, ана алаңқайларды қара, дәу. Ана қаланың қақ ортасынан андай жерді атаң басына жеке кәсіпкер ала ма? Нұр кәсіпкерден басқа ешкім ала алмайды. Неге бұл нұр жүйе, нұр мешіттерді салып, нұр имамдарды тағайындап жатыр? Ойланыңдаршы. Біз мешітке қарсы емеспіз, біз имамға қарсы емеспіз, біз дінге қарсы емеспіз. Дін жақсы, мешіт жақсы, имам окей. Бірақ бұл жерде тура соны, мына нұр фашистік жүйе, халықты улайтын 3500 орталық қор отыр. Олар наркоз центр. 3500 мешіт, біз ойлап жүрген, біз сеніп жүрген 3500 мешіт, Қазақстанда халықты улайтын, наркоздайтын, топастыққа тәрбиелейтін, шүкірбайлыққа тәрбиелейтін, үнсіз көнуге тәрбиелейтін, көнбістікке тәрбиелейтін, дәйіздікке тәрбиелейтін, бүкіл жастарды нақақ соттап жатса көзіңді жұмып тәуба шүкір деп отыр дейтін, аш-жалаңаш қалсаң тәуба шүкір деп отыр дейтін. Мына мемлекетте неге мынандай сұмдық болып жатыр? Мына байлықтың бәрі қайда? Мына Қытайдан неге қарам деген Құдай қарғаған, Құдай жек көретін кредитті аласыңдар? Өз байлығымыз қайда деп айтудың өзіне молдалар жарамай отыр. Құдайдың заңы бойынша кредит қарам, кредиттің қарамдығы туған шешесімен зина жасағаннан жаман деген. Ал сол кредитті Қытайдан алып жатырмыз, өсім. Неге кредит? Кім алып жатыр? Кім қол қойып жатыр? Өсімі қанша, пайызы қанша? Оған Қытайдың заңы бойынша кепілге қоясың. Кепілге нені қойды? Ата-бабамыздың басы жатқан жерді қойып жатыр. Бүкіл Қазақстанның ұлттық байлықтарын қойып жатыр. Соны молдалар неге айтпайды? Бірақ айтады, бір көзіңді ойбаса дейді, бір көзіңді ойбаса, тәуба шүкірде отыра бер, ашамайыңды жуып тоңқаңдай бер, бір көзің бар ғой дейді. Ол екінші көзіңді ой болса, тәуба, ана бірдеңе радиолаға аңқу айтқан, бірдеңе радиолаға саңқу айтқан, көзің болмаса күнәні де көрмейсің, құлағыңмен естіп жүре бересің, құлшылыққа жақсы деді деген бір хадисті дайын тауып алады, ашамайын бір сипайды да. Сөйтіп отырасың, екі көзіңді ойып алса болды, енді расында күнәлі нәрселерді көрмейтін болыппын, көзім тыныш болды деп өзіңде сеніп қаласың. Сөйтіп бүкіл халықты наркоздап отыр олар. Мүмкін Түркиядағы 3500 мешіт шынайы Құдай разылығы үшін салынған шығар, оған сенермін. Мүмкін тағы бір Малайзиядағы ма, Индонезиядағы 3500 мешіт шынайы Құдайға жақындау үшін салған шығар, оған сенемін. Бірақ Қазақстанда салынған 3500 мешіт аяқ астынан тубасты әдемі жолмен халықты имандылыққа, туралыққа, дұрыстыққа деп шынайы діндарлар, шынайы тақуалар салған шығар. Бірақ соңыра салынғандардың барлығы, мынау жақсы екен, мынау наркоздайтын жақсы әдіс екен, мынау наркоздайтын жақсы әдіс екен деп соған бола салды. Соңғы кезде мешіт неге көбейіп кетті? Балабақша жоқ, мектеп жоқ, балалар 3 ауысыммен, 4 ауысыммен оқиды, түннің бір уағында қайтады балалар. Мектеп салуға ақша жоқ, оқулық жоқ, ауырып жатқандар ғана жоқ. Облыстық докторқада МРТ аспабы жоқ, УЗИ жоқ, емдейтін озық аспаптар жоқ. Сөйтіп отырып не қылған мешіт ол? Демек ол 3500 наркозда орталығы. Мен бұл жерде тақ қайталап айтам. Мына нұр имамдар, ойбай, мешітке қарсы шықты, мешіт анау, мынау деп сала құлаш пәтуа оқымаңдар. Мешітке қарсы емеспін. Мешітті жақсы көрем. Дінге қарсы емеспін. Дінді жақсы көрем. Діндарларды жақсы көрем. Имамға қарсы емеспін. Имамдарды жақсы көрем. Бірақ нұр мешітке, нұр имамға мен халықтың көзін жеткізгім келеді. Ойланыңдар, қазақтар. Ақиқатшыл болмасаң, жақсы өмір жоқ. Ақиқатшыл болмасаң, өлгеннен кейінде де жақсы өмір жоқ. Жүрегіңде ақиқат болмаса, маған десең Құранды 100 мәрте жаттап таста, оңынан солға, солынан оңға. Маған десең ана том хадисті жаттап ал. Маған десең бүкіл қазақ даласын 3500 мешіт емес, 35 миллион мешіт тұрғызып таста.
Маған десең Меккеге 100 мәрте емес 1000 мәрте барып таста. Маған десең Қағбаны құшақтап түбінде жат. Егер сенің жүрегің таза болмаса, ақиқатшыл болмасаң, аққа жақ болмасаң, барлық зұлымдықта көзіңді жұмып алып, қалыс тұрсаң, қашсаң, атаңның басына тозаққа кіресің. Атаңның басына тозаққа кіресің деймін ау. Атаңның басына жәннатқа кіресің. Қағбаны құшақтап жатып, сол жерде 100 жыл өмір сүрсең де, сен ақиқатшыл болмасаң, аққа жақ болмасаң, қараға қарсы болмасаң, жүрегіңде турашылдық, шыншылдық болмаса, тозақтың төрінде өртенесің. Тозақтың төрінде өртенесің. Қалыс қалып, көзімді жұмып, мынау менің шаруам емес, мынау менің шаруам емес. Өй, өздері шешсінші, нем бар, менің қолымнан келмейді дегенің үшін тозақты өртенесіңдер, қазақтар. Мына дүниеде ойбай, мен ол дүниеде ана жақта кредит алдым, қиналдым, жамбақ алмадым, бірде бар, бірде жоқ өмір сүрдім, әйтеу анда-санда аңырап, тойда билеп, тойлап, аңырақай ақын әншіні тыңдап өстім, шамам келмеді енді. Өкімет өзі шешті ғой, енді ұры қарылар ғой деп. Айттың баласы, екі қолыңда күш бар еді ғой, айтсаң аузың бар еді ғой, ұйымдассаң шамаң бар еді ғой. Сен қорқақ болдың ғой өз-өзіңнен, барлық мүмкіндікті пайдаланбадың. Мә саған, Қазақстан дейтін елде тозақ көргенің тозақ емес, мына жақта міне тозақтың ішінде бір Қазақстан деген тозақтың территориясы бар деп тығады әгі жерге. Сол жерде анау бұтын жуа-жуа, ашамайларын жуа-жуа, Меккеде, Мединеде, Египетте 7 жыл оқып, ашамайын жуудың 7 түрлі тәсілін тауып, менің тәсіліме сенің тәсілің ұқсамайды екен, сен кәпірсің, сен бидағатшысың деп бірін-бірі 70 жыл бойы өсектеп, халал өсек айтып өткен, ашамайларын жуа-жуа хрустал ашамайға айналып кеткен молдекеңдер де сол тозақта өртенеді. Сол молдекеңдер де өртенеді, нұр имамдар, киембі имамдар өртенеді. Мына нұр жүйенің, нұр фашизмнің нұр имамдары, киембінің тордағы тоты құстары, жаңағы соларды өртенеді, ақиқатшыл болмаған үшін. Ойламаңдар, мына мемлекет, мына нұр жүйе 3500 мешіт салды, машалла, машалла деп қуанған қазақтың бірі бізбіз. Қазақтарды әйтеу жақсы болды, арақтан тиді, әйтті, бүйтті. Мешіт Құдайдың үйі жер бетіндегі. Мешіттің көп салынғанда қуанасың. Шарапхана, жезөкшехана, долыхана, құмархана, тойхана, ресторанхана, арақхана, жындықхана, есуасхана, жаңағы сондай қаналар, солар көбейгеннен мешіт көбейсе жақсы ғой деп қуанасың. Бірақ біздің назарымыздағы мешіт емес қой ол. Елдің бәрі жақсы көретін, елдің бәрі оң қырынан ойлайтын мешіт емес қой. Қазақстанда бір адамға пайдалы, Құдай сүйінетін, Құдай разы болатын, адам жақсы көретін бір оң прогресс бар ма Қазақстанда? Айдаған есек қуған ит бармайтын бетпақдаладан бір кіріп шыққаның 20 теңге болатын ақылы әжетхана салшы, ақылы нұр әжетхана, нұр туалет салшы. Сон жарты өмірің соған құжат жинауға кетесің. Ең соңында соған күн көсем елбасың қол қояды, ұлттық қауіпсіздік қол қояды. Алматыдан бір гүл сататын гүл дүкен аш, қанша сұмырайдың алдына барады кесің. Бір оң нәрсе болмайтын, балаларға мектеп жетпейтін, қазақтарға оқулық жетпейтін, корона келгенде қызу түсіретін дәрі жетпейтін, енді міне ақша жетпейтін, азық-түлік жетпейтін, міне жерде қазір керосин, бензин жетпейтін, барлық нәрсе тек тарықшылық.